Мен бірнеше рет айтқанымдай, мәсіхшілікке байланысты көптеген қате түсініктерім болған. Алайда мәсіхшілікті жоққа шығаруға тырысқанымда, оның негізін түсінуге жақын келдім. Сол жерде мені тосынсый күтіп тұр еді. Менің ең бірінші және басты қате түсінігім қандай болды? Мен мәсіхшілікті нанымдар жүйесі деп ойладым. Демек, өмір бойы ұстануға тиіс болатын доктрина немесе шындық. Мен оны философиялық ұйғарым немесе теологиялық тұжырымдама деп ойладым. Бірақ білесіздер ме? Неғұрлым мәсіхшілікті киелі кітаптық мәсіхшілікті зерттеген сайын, соғұрлым оның нанымдар жүйесі емес екендігін анығырақ түсіне бастадым. Оның негізін теологиялық тұжырымдамалар емес, Иса Мәсіхтің тұлғасы құрайды. Мен бұл туралы бұрын соңды білген емеспін. Мәсіхшіліктің ілімін зерттесем болғаны, оның ақылға сыймайтындығын, сенімдерінің мағынасыз екендігін дәлелдей алам. Сонда мәсіхшілік әлсіз картонды үйшік іспетті құртылып кетеді дегенге сенімді болдым. Алайда оның орнына мен мәсіхтің тұлғасымен бетпе-бет келдім. Айқындалғаны, менің мәсіхшілік туралы ойымның бұл жерге еш қатысы жоқ. Қайта барлық мәселе менің мәсіхті кім деп қабылдайтынымда екен. Міне ең маңызды тарихи сұрақ. Мәсіхті басқа да діни көшбасшылардан айрықша ететін не нәрсе екенін білесіздер ме? Осы жайында ойлануларыңыз керек. Басқалар алдыңғы қатарға өздерінің ілімдерін қойып, өздері артқы көріністе қалатын. Ал Иса қалай істеді? Ол алдыңғы қатарға өзін қойды, ал оның ілімі артқы көріністе болып, оны демеп тұрды. Басқа көшбасшылардың сұрағы: менің айтқандарым жайында не ойлайсыңдар болса, Исаның сұрағы: мені кім деп ойлайсыңдар болды. Менің ісім Иса Мәсіх есімді, тарихта шынымен болған тұлғамен болатынын түсіндім. Ол айқышқа шегеленіп, өлтіріліп, бірақ басқалардың айтуынша, 3-ші күні өлімнен қайта тірілген. Содан кейін 40 күн бойы оның шәкірттерінің айтуынша өлімнен қайта тірілгенін растайтын көптеген дәлелдер келтіріп қастарында болған. Бұл шынымен солай болған ба? Сөйтіп, мәсіхшіліктің негізі сенім нанымдар емес, тұлға екенін түсіндім. Және мәселе менің оның айтқандарына деген көзқарасымда емес, оған қалай қарайтынымда. Мәсіхшілік сенімнің бірегейлігі міне осыда.